Құрметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып тұңғыш ұстаз, первый учитель. Жаңа сөздер: ұстаз, учитель, преподаватель, наставник. Жаңалық, новости, новизна. Әңгіме, рассказ, жеке, отдельно. Как всегда, ребята, әдеттегідей, как всегда, обратите внимание на специфические звуки казахского языка. Произносите правильно и старайтесь их писать правильно. Қайталаймыз, повторяем. Ұстаз, жаңалық, әңгіме, жеке. Оқылым айтылым, 50-ші бет. Оқы, қайтала. Слушай, читай, повторяй. Ыбырай Алтынсарин балаларға арнап көп әңгіме жазған. Ыбырай Алтынсарин арнап посвятил детям много рассказов, написал. Для детей очень много рассказов. Арнап посвятил. Ол кісі балалар әдебиетінің атасы. Он представитель детской литературы. Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз, первый преподаватель, первый учитель. Ол Торғай қаласында мектеп ашты. Торғай қаласында мектеп ашты, в городе Торгай. Открыл школу. Благодаря Ыбырай Алтынсарину была открыта первая школа. Алғашқы бірінші мектеп ашылды. Қостанай облысында, Арқалық қаласында, Костанайской области, в городе Арқалық, Ыбырай Алтынсаринға арналған мемориалдық мұражай бар. Мемориалдық мұражай есть, да? Мемориальный мұражай есть. В Костанайской области, там, где он родился, туған жерінде. Балалар, мәліметті қарап шығамыз. Просматриваем информацию и запоминаем. Оқылым. 51-ші бет, 2-ші тапсырма. Қараңдар балалар. Ыбырай Алтынсарин мүсінші. Дұрыс па? Бұрыс па? Правильно или нет? Здесь вы сами должны определить. Ыбырай Алтынсарин ұстаз. Ыбырай Алтынсарин преподаватель, учитель, наставник. Дұрыс па? Жоқ па? Ғалымның мұражайы Семей қаласында орналасқан. Мұражай Семей қаласында орналасқан. Дұрыс па, балалар? Дұрыс емес па? Әрине, дұрыс емес. Ғалымның мұражайы Қостанай облысында, Арқалық қаласында орналасқан. 2-ші тапсырма, мәтінді оқы. Прочитай текст. Мәтінге тақырып қой. Тақырып. Тема, название. Дай название данному тексту. Оқимыз, балалар. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ол балаларға арнап көп әңгіме жазған. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Ол мектеп ашты. Ахмет Байтұрсынұлы, Спандияр Көбеевтер сол мектепті бітірді. Ол орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Ыбырай Алтынсарин ұлы ұстаз, дара тұлға. Ребята, прочитайте сами текст один раз. Текст легкий, все слова знакомы. Единственное, помогу перевести. Қазақ даласына жаңалық әкелді. Принес новизну в казахскую степь. Мектепті бітірді. Закончили школу. Эту школу закончили такие великие люди, как Ахмет Байтұрсынов и Спандияр Көбеев. Дос болған, были друзьями. Кто? Ыбырай Алтынсарин и великие русские ученые, ғалым ученый, да? Григорьев и Ильминский. Ыбырай Алтынсарин ұлы ұстаз, дара тұлға.
Это предложение вам должно быть знакомо. Балалар, мәтінді бір рет оқып шығыңдар. Прочитайте текст самостоятельно. Ойланайық. Давайте подумаем. Мәтінге қандай тақырып қоямыз? Как мы назовем текст? Қандай тақырып қоямыз? Жақсы балалар. Ыбырай Алтынсарин. Но кто-то может дать другое название. Со всеми я соглашусь. Жақсы балалар. Келесі. 51-ші бет 3-ші тапсырма. Оқылым айтылым. Мына жерде сендерге диалог берілген. Дан диалог, но не полный. Мында сұрақ жоқ. Сендер сұрақты өздерің жазасыңдар. Өздерің ойлап табасыңдар. Сами записываете, придумываете вопрос. Жауап, ответ. Ыбырай Алтынсарин, қазақ балалар әдебиетінің атасы. Какой же можно задать вопрос сюда? Давайте подумаем. Можно задать не один, а несколько вопросов. Как же? Қалай? Мысалы, Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Келесі. Қазақ балалар әдебиетінің атасы кім? Ыбырай Алтынсарин. Қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин қандай әдебиеттің атасы? Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Қараңдаршы, балалар, қараңдаршы, посмотрите. То есть к одному предложению можно задать различные вопросы, смотря именно к какому слову или какому словосочетанию вы хотите задать вопрос. На какое словосочетание хотите сделать акцент. Просмотрите, ребята, еще раз. Қарап шығыңдар, изучите. Қалған сұрақтарды, остальные вопросы, өздерің құраңдар. Составьте самостоятельно. Жазылым 51-ші бет 4-ші тапсырма. Төмендегі тірек сөздерді пайдаланып, используя данные слова, опорные тірек сөздер, опорные слова. Мәтін құрастыр, составь текст. Мәтін, текст. Но текст у нас, вы знаете, составляется из предложений. Поэтому сейчас мы повторим, как составляется предложение в казахском языке. Балалар, ребята, в казахском языке есть устойчивое свое место сказуемого. А у нас всегда стоит в конце предложения. Подлежащее чаще всего стоит в начале предложения. Между ними стоят второстепенные члены предложения. Таким же способом мы составляем предложение. Подлежащее ол, балаларға мектеп ашқан. Можно сначала составить просто предложение из подлежащего и сказуемого. Ол ашқан, он открыл. Что он открыл? Школу, мектеп. Для кого? Балаларға, для детей. Ол балаларға мектеп ашқан. Вот таким образом мы составляем предложение в казахском языке. Сначала главные члены предложения, потом второстепенные. Для кого сложновато. Можно использовать в одном предложении несколько слов. Бірнеше сөзді қолдануға болады. Қолдануға болады, можно использовать. Таким образом вы составляете мәтін, текст на тему Ыбырай Алтынсарин. Балалар, үй жұмысы, домашнее задание. Айтылым 3-ші тапсырма, устное задание, диалог, который мы только что с вами разбирали. И жазылым 4-ші тапсырма, тоже задание, 4-ші жазылым, которое мы только что с вами разбирали. Вот это ваше домашнее задание. Үй тапсырмасы, айтылым 3-ші тапсырма, устная, ауызша тапсырма, жазылым 4-ші тапсырма, жазылым письменное задание. Балалар, сабақ түсінікті болса,
тапсырманы орындаймыз. Сау болыңдар балалар.